Сәлеметсіздер ме 8 сынып оқушылары? Бүгін біз дүниежүзі тарих пәнінен бжб талдауымызды бастайтын боламыз. Тақырыбы: Сталиннің билігі тұсында КСР қалай дамыды? Неліктен фашизм Италия мен Германияда өрбіді? Деген тақырыптар бойынша бжб келіп отыр екен. Бүгінгі біздің бжбымыз екі тасымадан тұратын болады. Бірінші тасымамыз 20 ғасыр басындағы капитализм мен социализмнің экономикалық жүйесін салыстырыңыз. Жоспарлы экономикаға екеуі, нарықты экономикаға екеуін қарастырады екенбіз. Екіншісі, суреттерді қарай отырып келесі сұрақтармен тасымалды орындаңыз дейді. Мына екі суреттер бойынша төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Газеттегі мақалаларда қандай тарихи тұлғалар туралы айтылған? Олар қандай мемлекеттер өкілдері? Олар қандай саяси қозғалыс жүргізді? Және осы адамдар халықаралық жағдайға қандай әсер етті? Екі дәлел келтіріңіз дейді. Бүгінгі біздің бжбымыз 10 балдан тұратын болады. Не көріп отырмыз? Балалар бір ескертетін жағдай, ең алдымен бжб жауаптарын көрмес бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау күтетін боламыз. Ендеше кеттік. Біріншісі, жоспарлы экономика. Жоспарлы экономика деп отқанымыз 20 ғасыр бас кезінде әлемнің көптеген елдерінде тараған социализмдік бағытқа негізделген реформа болып табылады. Яғни біздер білеміз, социалистік бағытты көптеп қолдаған ол ең бірінші КСРО мемлекеті болды. КСРОны қолдаушы мемлекеттер әсіресе білеміз Армения, қазіргі Украина деген секілді көптеген соң қол астындағы мемлекеттерді атап өтеді екенбіз. Енді осы жоспарлы экономика бағытында барлық өндірілетін тауарлардың барлығы арнайы уақытымен өндіріліп отырылды және бұның барлығы мемлекет меншігінде болды. Балалар, бұл сөзді былай түсінуіміз керек. Жоспарлы экономикада барлығы, мысалы белгілі бір тауар өзінің арнайы уақыты және шығарылатын тауар саны өзі алдын ала жоспарлы күйде жоспарланып қойған болатын. Барлығы мемлекеттің билеушілері, үкімет билеушілерінің арқылы басқарылып отырылатын болды. Халықтың ұсынысы, көзқарасы қарастырылған жоқ. Енді екіншісі, мәселен 1925 жылы индустрияландыру, 1927-28 жылдары ұжымдастыру, экономикалық реформалар мемлекеттің арнайы жоспарлы түрде жүргізілген болатын. Бұл экономикалық реформасының кемшіліктерінің бірі халыққа керекті азық-түлік уақытымен өндірілмей, ашаршылыққа әкеліп соқтырды. Міне көріп отырмыз балалар, екіншісінен бұл жоспарлы экономиканың минустарын көріп отыр екенбіз. Минустары бұл ашаршылыққа әкеліп соқтырғандығын көріп отырмыз. Енді екіншісі, нарықты экономика дегеніміз бұл 20 ғасыр бас кезінде әсіресе батыс елдері көптеп қолданылған капиталистік бағытқа негізделген экономикалық реформа болды. Нарықты экономикада барлығы халықтың талабына сай өндіріліп отырылған болатын. Екіншісі, батыс елдерінің жекеменшіктің дамуы, мемлекеттің тауарларының бағасын қалыптастыруы, бәсекелестіктің артуы елді әрі қарай дамытты. Міне көріп отырмыз. Әсіресе нарықты экономиканы капиталистік бағытты қолдаған Еуропа, яғни қазіргі Англия, Франция, ақш елдерін атап өтсек болады екен. Міне көріп отырмыз. Барлығы халықтың ұсынысын, өтінішін, көзқарасына қарай тауарларды шығарып отқандығын көріп отырмыз. Жақсы балалар, осымен бүгінгі біздің бірінші тасымамыз аяқталды. Екінші тасымамызға көшейік. Екінші тасымада естеріңізде болса екі сурет көрсетілген болатын. Сол сол жоғарыда көрсетілген суретке байланысты бірінші сұрағымыз, суретте қандай тұлғалар көрсетілген деген болатын. Бұл суретте Адольф Гитлер мен Бенито Муссолини деген кісі көрсетілген, және олар кімдер деген сұрақ болды. Екінші сұрағында Адольф Гитлер бұл герман канцлер дегеніміз ол кезіндегі Германияның жетекшісі, мемлекеттің басқарушысы десек те болады, канцлер деп. Бенито Муссолини дегеніміз Италия мемлекеттің үкімет басшысы. Үкімет басшысы дегеніміз қазіргі біздің Қазақстандағы премьер-министр қызметін атқарушы толғаны айтады екенбіз. Дәл сондай сияқты Бенито Муссолини Италияның премьер-министрі. Олар қандай саяси қозғалыс жүргізді? Ұлтшылдық саясатын қолдады. Яғни фашизмді біздер білеміз. Олардың іс-әрекеті әлемнің халықаралық жағдайға қалай әсер етті дейді. Бірінші дәлелі, екі тарихи тұлғаның саяси қозғалысының нәтижесінде екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына әсер тигізді. Екінші дәлелі, саяси қозғалысының нәтижесінде мемлекет құлдырап, халықтың жағдайы төмендеп, әлем халықтарының өмір сүру деңгейі шарықтау шегіне жеткен болатын. Міне осы екісінің арқасында біздер білеміз, екінші дүниежүзілік соғыс басталды, көптеген кісілер қырылды. Халықтар соғысқа қатысқан білеміз. 38 мемлекет осы соғысқа қатысқандығында біледі екенбіз. Жақсы,
Балалар, бүгінгі біздің быжымыз осымен аяқталды. Егер сіздерге бүгінгі шығарылымымыз ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.